Мен Нағидулла Айша, Арал ауданы номері 83 мектептің 7-ші сынып оқушысымын. Қияттан шыққан бес батыр, қара қозы, ақ қозы, қатардан асқан бұл батыр. Қара жанылы қос дәулет, қатарды бұзған бұл батыр. Қара боқан жауырыншы, түнде жолтып, жор тартар, ғайыптан болжап сөз айтар. Қара маңдай батырдың қабағынан қар қатты, кірпігіне мұз қатты. Қазандың естіп қабарын, ұйқы көрмей түн қатты. Өлейін десе жан тәтті, кірейін десе жер қатты. Қайын сұрап қасапардың, 40 мың әскер қиятпен Қазандыға жол тартты. Оқушымның бойында жарысқа деген, байқауға деген қызығушылық бар. Өзінде бойында, оқушымның бойында батылдық, жігерлілік, осы Қобыланды батырдың жырындағыдай бір екпін бар баламда. Сондықтан мен оқушымнан үлкен үміт күтемін, және бұл байқауға қатысатын барлық шәкірттерге, ұстаздарға сәттілік тілеймін. Біз Аралды ұланбыз, шыңдалып шыңға шығамыз, жыр жаттап жүлде аламыз.